нарциссті, абьюзивті қарым-қатынастардан қалай шығуға болады деп көбісі сұрайды ғой. Иә, бар мен дұрыс қой деп. Бірақ ішімде жоқ, барма. Жақсы көрмейсің ба? Тоқтат, айтып кет. Қазірден бастап, бірге бола алмаймыз, менің таңдауым басқа. Біз конфликттен қорқамыз. Біз ойлаймыз, қазір конфликттен қорқу ол инфантильді позиция ғой. Бәрібір айналып келген кезде. Сексті білесің ба? Қарым-қатынасты білесің ба? Сүйісуді білесің ба? Өзіңді махаббатқа дайындауға бола ма сонда? Біз деген басқа адамдарды өзгерте алмаймыз. Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адамдар және сезім туралы ашық әңгіме. Солай бағдарламасы. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Сәлем. Сәлем, Меруерт. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып, психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Бүгін біз «Менің патшам» деген киноға назар аударайық. Осы кинода басында біз сенімен қараған кезде, басында біз бұл енді шыны керек бірнеше рет сөйлестік бұл кино туралы. Онда айтып кетейік, камерадан тыс болған кезде. Әртүрлі ойлар келеді бұл киноға қарағанда. Қазір осы бірнеше күн өткеннен кейін ең бірінші ойың бұл кино не туралы дегенде, сен не айтқың келеді? Қандай ой келеді? Бұл жерде бір жұптың қарым-қатынасы туралы кино деп айтқым келеді. Ішінде қандай қателіктер бар, неге назар аудару керек, біз кездескен кезде қандай таңдау жасаймыз, өзімізді жеткілікті білеміз ба, білмейміз ба. Сол жағдайда қатты иллюзияға берілмей, шынайы өзіңіздің траекторияңызды табу деп ойлаймын. Ол енді былай айтқанда жақсы бір идеальный жоспар сияқты. Бірақ шынайы өмірде махаббат ол иллюзия емес пе? Басты бірінші танысқан кезде біз оны сондықтан біз оған қызығып қараймыз махаббатқа. Әрине, бұл жерде енді жақсы көріп, ұнатқан адамды кездестірген кезде біз кішкене шатасып, санамыз өшіп қалған сияқты өмір сүре бастаймыз. Сол кезде анық көрінетін заттар көрінбей қалады. Сонымен қатар негізі, егер адамдар алдын ала өз-өзін жеткілікті түсінетін болса, сол кезде партнерді таңдау барысында мен қандай қасиеттерге сүйенгім келеді, қандай мінез құлқыны мен өміріме лайықты келіседі деген сұрақтарға жауап бере алатын жағдай болса, онда ол оңайырақ. Өйткені, мысалы, біз бір нәрсені таңдаған кезде, бір кішкене болса да көрінетін бір қадамдар болу керек та, ориентир ретінде. Мысалы, мен университет кезінде ақш-қа барған кезде мен түсінбейтінмін, ол не деп. Сол кезде мен қатты дайындалғаным, мысалы, аэропорттан, самолеттан шығып, аэропорттан центрге дейін қалай бару керек деген кезде, просто сол маршрутты сызып, солмен жүретінмін. Сол сияқты... Ол стресс болмайды сонда. Стресс болмайды. Стресс болады енді әрине бәрібір, бірақ сен өзіңді дайындайсың. Сонда сенің, кешір, айтқаның өзіңді махаббатқа дайындауға бола ма сонда? Әрине болады. Мысалы деген, ең бастысы, әр адам өзіне әртүрлі мақсат қояды ғой. Мен қартайған кезде жақсы бір
көңілімді көтеретін, бірге өмір сүретін, шай ішетін, қыдыратын, немесе мұңды сәттерде бірге болатын, қолдау жасай алатын адам болса екен деп өзіне бір жоспар сияқты. жоспар ретінде, стратегия ретінде қарастыру керек деп ойлаймын да. Ал екіншіден, мысалы сол жоспарды өзім жоспарлағанмен де, жаңағы ақштағы историямды айтсам, соның өзінде де мен жылап алған сәтім болды аэропортта. Өйткені 20 жаста сондай бір жас кезім. Ана сөйлеген кезде мен уже іште үрей бар да, мен түсінбейтін сияқтымын. Өзім жалғыз, мені ешкім күтіп алып отқан жоқ деген сияқты. Қазақстанда үйреніп қалғансың, сені біреу күтіп алады, немесе бір бағдар беретін бір адам болатын сияқты да. Ал ол жерге келген кезде просто шетке тұрып алып, кішкене жылап алып, ана мұңды бір кешіп, сосын қайтадан қағазымды алып, бағытқа қарай сол бет бұрдым да. Осы жерде де осындай болу керек деп ойлаймын, мысалы. Бұл тіпті карьераны, мансапты құрған кезде де әр адам енді бір стратегияларды ойлап табады. Мен кім болып жұмыс істеймін, ертең қандай кемшіліктер туы мүмкін, бұл жерде қандай тәуекелдер пайда болуы мүмкін, немесе 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін мен қандай маман ретінде өзімді көремін деген сияқты сұрақтар ғой. Бұл жерде енді мен ойлаймын, неге адамдар біз деп айтайық та, біз неге біз жоспардан қашамыз, өйткені біз ойлаймыз, көптеген бұл жоспар ол сәтсіздікке алып келу мүмкін, біз қорқамыз сәтсіздік болса, сондықтан біз соны жоспарлағанды ұнатпаймыз былай енді. Бірақ егер ол стратегия деген сияқты, ал стратегия ол өзіне әртүрлі орындалмау мүмкінін ішіне сақтайды, бұл сөздің өзі. Олай да болуы мүмкін, бұлай да болуы мүмкін. Әрине. Сондықтан сен өзіңе бір бостандық бересің бір жағынан. Ал енді егер біздің кейіпкерлерімізге қайтып келсек, бұл туралы тағы айтамыз, тағы сөйлесеміз. Мысалы, біздің Тами және Джорджо деген, бұл енді былай қарасаң, олар кездескен сәтте екеуі де бір кәдімгідей үлкен кісілер. Жастар деп айта алмайсың, мысалы. Қырыққа келіп қалған, немесе кіші. Өздерінің жұмыстарын жасаған, аяқтарына тұрған екі сондай бір әйел мен еркек деп айтуға болады. Сонда да кездесіп, олар бір иллюзияға ұшырап қалды. Оны ары қарай біз көреміз. Вот қалай сен ойлайсың, осындай кезде не істеу керек? Мысалы, вот егер біз прям Джорджо мен Тамиді кәдімгідей психологиялық аспектілерге сүйеніп қарасақ, кездесті. Қазір ойланып жатырмын да, мысалы, біз деген бір өзімізді дамытқан кезде бір жақты ғана дамытып қаламыз да. Мысалы, тек мансап қуу болса, мансапта өте күшті болуымыз мүмкін, бірақ жеке басты өмірде сәтсіз болуымыз мүмкін. Сол сияқты бұл жерде айта кететінім, екі жақта да өзінің өмірлерінде тұрақты, жақсы жұмыстары бар деген сияқты бір келбетті көреміз. Ал екінші жақтан, әрине бұл қарым-қатынастағы байланыс, түрлі проблемаларды көреміз осы ішінде. Мысалы, бірінші кездесудің өзін айтайықшы. Тамиға ана Джорджо ұнайды. Оның барып танысуына, өзіне көңіл аударту үшін бетіне ана су себетті. Бұл кәдімгідей адамның шекарасын бұзу. Бұл дөрекілік, мысалы, біреу келіп сөйтіп шашсын, ашуымызды көрсетеміз ғой сразу. Мысалы, егер тура сол әрекет бірақ Джорджо Тамиға жасаса, қалайды? Басқаша қараушы еді, мен ойлаймын. Әрине. Егер ол өзі істеп жатыр, ал егер маған да осылай істесе, мен не істеруші едім? Ол енді ол романтика деп айтпаушы еді, дұрыс қой? Әрине, бұл романтикаға еш сай жатпайды. нәрсе емес. Бірақ дегенмен психикада андай орынсыз бір түрлі сезімдерге біз қатты ойланып кетеміз да. Мысалы, маған неге сөйтті екен деп. Немесе сол кинода Томи айтады ғой, сен баяғыда қыздармен сөйтіп танысқансың. Оның бір несі бар ғой енді. Неге ол сөйтіп істегеніне.
Өйткені ол нарцисстің кәдімгідей қулығы. Өйткені адам сөйтіп жасаған кезде міндетті түрде соны адамды жаттап аласың ғой. Иә. Мысалы кейбір адамдар айтады, ой, саған хабарласуға ұмытып кеттім, анау мынау дейді ғой мысалы. Бірақ біреу бетінен шапалақ ұрса, оны ұмытпайды ғой. Ұмытпайды. Сол сияқты бұл жерде бір екі затты салыстырғандай айтып отырмын, бірақ демек айтқым келгені жаңағы шекараға байланысты. Адам ұмытқысы келмесе, ұмытпайды оны. Мысалы, уақытында келіп, уақытында жұмысын тапсырып, немесе уәдесінде тұру деген сияқты. Бұл кәдімгідей Джорджоға тән емес заттар да, уәдесінде тұрмайды. Оны тіпті маңызды деп санамайды. Өзі кәдімгідей мейрамға толы бір орыннан екінші орынға секіріп жүрген кейіпкер да. Ол енді бірақ бір жағынан егер осы киноны алатын болсақ, Джорджо өзінің мен ойымша келбетін бірінші уақыттан көрсетті. Әрине. Мен осындаймын, мен осындай боламын, менен болғың келсе, осыған дайын бол деген сияқты. Мысалы, біз көріп тұрған жоқпыз бұл жерде, басында өте әдемі болды, былай қылықтары, ал енді сосын бұзылды деген сияқты емес. Бұл өте былай айтқанда бір қалыпты кейіпкер сияқты деп қарауға болады, менің ойымша. Біз көреміз, ол ішеді, қашады, бірақ бір жағынан ол басынан келе жатқан. Ал енді Томиді алатын болсақ, бұл кейіпкер кәдімгідей бір жұмыс жасап жатыр өзінің ішкі құбылыстарына. Бұл жерде айта кететін зат, Томи негізі өз-өзін танымайтын адам. Неге дейсіз ғой? Мысалы, ол шекарасын түсінбейді. Мен кіммін? Ол кәдімгідей жақсы қыздың синдромын ойнап жүрген қыз. Сонымен қатар жаңағы ер адамның көңілін аудартқанмен де, оны әрі қарай қалай байланысты үзбей жалғастыруға болады деген әңгімеде оның иллюзиясы бар. Так, жұмысы бар ма? Значит, бәрі жақсы болады. Бұл жақсы әке бола алады ғой, немесе жақсы күйеу бола алады ғой деген сияқты өзінің ішкі иллюзиясы. Сол ішкі иллюзияға сену. Соның қателігі, сол іштей басқа адамның орнына соған шешім жасап қою ғой. Бұл жерде енді Томидің өзіне сенбейді емес, енді қалай өзін жақсы көрмеуін көруге болады. Өйткені бір бар ғой, үзінді олар төсектес болып, екеуі қарым-қатынастан кейін айтылған сөздері сол кезде. Скажи честно. Кто тебе это наплел? Мой Какой придурок такое сморозил? бывший муж. Мен бірінші жолдасыммен ажырасып кеткен себебі осылай, ол маған сен жеткілікті емессің деген сияқты сөз дегенде, соны айтқан кезде біз көреміз, ол кәдімгі бұл қызға қатты тиген сөздер. Әрине. Мысалы, шынайы өмірде бір адамдар сын айтқан кезде, жұмысқа қатысты болса, окей. Бірақ дене бітімге байланысты қатты тема. Адамдар кейде оны шын нәрсе ретінде қабылдап алады да. Бірақ тек қана абьюзер мен нарцисс қана сондай сөздерді айтады. Сен жеткілікті жақсы емессің, сенің мына жерің мынандай, сенің құлақтарың үлкен, мұрның кішкентай, көзің мынандай, қастарың мынандай деген сияқты әңгіме ғой. Бұл жерде айтпағым, Томидің мақсаты қандай болушы еді мысалы да. Жаңағы айтылған сөздерді уақытында қорытып, мынау менікі емес десе, ол әңгіме басқаша болар еді. Бірақ іште сақтап қалған әңгіме, оны сүзгіден өткізіп, шынайы ма, шынайы емес па, соны анықтамай, әрине ол психикада қалдық сияқты қалып қойған нәрсе еді. Сол кезде оның бір жарақаты бар әңгіме. Ол ары қарай басқа түрде шыға бастайды ғой. Мысалы, кез келген адам сен мынандайсың десе, адам өз-өзін танымаса, әрине ол сенімсіз болады өз-өзіне ше. Мынау маған солай айтты ғой, значит мен сондаймын деген сияқты әңгіме.
Ол енді бұл жерде қандай кеңес беруге болады? Ал енді біз қазір шыны керек, біздің өміріміз бәрібір сын болды ғой. Әркім өзінің сынын айтады. Әркім өзінің пікірін, ойын, біреудің шекарасын бүгін айттық, бұзып айтады. Мысалы, менің ойым қана емес, ол ана жаққа бүйтіп тигізіп айтады. Одан қалай қорғануға болады? Бола ма? Болады. Міндетті түрде болады. Менің ойымша, мысалы біз мектепке келгенге, университетке келген кезде теорияны көп білеміз, бірақ іс жүзінде ол қалай жұмыс жасайды, соны білмейміз. Сол үшін бізге басқа адамдар керек өмірде ше. Мысалы, жар таңдауда, ер адамды таңдаған кезде де бірден кездескен бір адамға қадалып қалмай, бірнеше адамдармен танысып, сөйлесіп көру керек деп ойлаймын да. Сол кезде сен, мына адаммен мен өзімді қалай сезінемін, мына адамның мінез құлқы маған қалай жаға ма, жақпай ма, ертең бірге отбасы бола аламыз ба, бола алмаймыз ба деген іштей бір талдау жасау ғой. Екіншіден, жаңағы теория мен іс жүзіндегі практиканы айтатын болсақ, бұл жаңағы эмоционалды сауатсыздық дәл осындай сәттерге алып келеді да. Неге? Өйткені әрбір қателікті мен жаманмын демей, оны болашақта мен осы қарым-қатынастан не алып кетемін, өткен шақта мен нені қалдырып кетемін деген сияқты өз басыммен жұмыс істеу. Бұл жерде Томидің кемшілігі қандай? Өткен қарым-қатынастағы қателіктерді талдамау, одан бір қорытынды жасамау. Бұл деген қайтадан айтып кетейін, жаңағы эмоционалдық, психологиялық сауатсыздық. Бұл жерде енді қайтадан айта кетемін, сауатсыздық, мен сауатсызбын демей, бұл жерде басқаша қабылдауға қажет деп ойлаймын да. Мысалы, окей, теория біреу, практика басқа. Мысалы, біз деген туылғаннан бастап бәрін біліп жүрмейміз, сондықтан да өмір болғаннан кейін жолымызда не пайда болады, соны біліп, танып, өмір бойы сөйтіп үйреніп келеміз да, сондықтан да бұл жерде өз-өзіңізге қатыгез қарамаңыз. Бұл жерде бұл енді теория, бұл бір статикалық нәрсе деп айтсақ, практика ол динамика. Ал практикада динамика болғандықтан әртүрлі құбылыстар іште болып жатады. Ал бұл жерде тоқтап, қорытынды жасаған жөн деп айтқым келеді ғой соны. Мен қазір мысалы, бұлай енді, егер мысал сияқты ретінде айтып отырсақ, міне камера тұр. Біз камераға қарап тұрмыз. Ар жақта адамдар, мыңдаған адамдар бар. Бір кезде, мысалы, мен қазір ішімде бір қорқыныш пайда мүмкін болу керек. Ал мына жақта сынайды мені, қазақшам қалай екен, бұл қыз қалай сөйлеп жатыр екен деген сияқты ішімде бір құбылыстар болады, қорқу болады. Мен бұларды, жоқ, бұл бағдарлама ғой, мен дұрыс айтайын, менде бәрі жақсы болып жатыр деп айтсам, ол өтірік болады. Ал егер мен қазір ішімде шын, мен қазір бір түрлі сезім сезіп тұрмын, осыған рұқсат өзіме, мен адаммын, дұрыс емес айтуға, ойларымды жеткізе алмай, мысалы, әртүрлі ойлар келе жатады, андай хаос дейді ғой, хаоста болу мүмкін. Қазір мен өзіме бүйтіп сырттан қарап қорытынды жасасам, бұл кәдімгі бір жұмысқа алып келеді мен үшін. Дұрыс қой? Дұрыс. Қашпау керек. Жаңа ең басында айттық қой, стратегия туралы. Көп адамдар асығады. Тез, так, мынау адам келді ма, значит, олармен сразу қарым-қатынасқа түсіп кету керек. Так, мынау ұмытылды ма, келесі қарым-қатынасқа секіру керек деген сияқты. Сол сәттен бастап адам деген өзінің қателіктерін жуып шайып тастап отырады да, бірақ ол айсбергтің тек қана сырт келбеті ғана да. Бірақ тереңдікте ол проблема қалай қалды, солай қала береді. Екіншіден, жаңағы Томидің сенімсіздігі өз-өзіне дегенше, жаңағы бір жағынан бұл кіші кезден отбасынан шыққан бір жарақаттың бірі деп ойлаймын. Өйткені жаңағы бала сүйіп, енді босанған кезде әкесі келеді ғой, сол кезде
ал келіндер Джорджо айтады ғой, Иә. суретке түсірейік сендерді анау мынау деген кезде әкесі айтады, жоқ керек емес, маған қазір Немерем ғана керек дегендей бір жоқ, түсінді ғой. фотоаппарат маған маңызды. Иә, түсінді. Вот так. Хотите щелкну вас с малышом? Нет, не стоит, аппарат довольно капризный. Сол сәтте біз деген қандай психологиялық тығылып тұрған бір диалогты естиміз. Сен маңызды емессің, сен бала туғаның маған маңызды емес деген сияқты қарым-қатынасты бір көреміз. Сол кезде сондай отбасынан шыққан адам қалай ойлайды? Менің жақын туыстарым, әке-шешем мені қолдамаса, мен кімге керекпін өмірде? А менің тағы бір осы жақсы бір эпизод шыны керек. Оны қазірде біздің көрермендеріміз көрсе де күшті болушы еді. Бұл жерде менің айтқаным келеді, ол сол кезде мен ойладым. Әкесі осылай айтты, и Томиді көрдік. Режиссер кәдімгідей көрсетті оның ішінде не болып жатқанын. Егер сол сәтте Томи деген өзінің әке, ол маған қатты тиді сенің сөзің. Сен дұрыс айтқан жоқсың. Маған бұл мен қазір мысалы босандым, бұл менің балам. Сен бір сөз айтса, коммуникация дейміз ғой. Бұл басқа нәрсеге баратын шығар, өйткені ол әкесі осылай болу ма? Ол мысалы ой, кешір қызым. Кешір қызым, немесе басқа бір ойға мен шынайы өз қызыма қатты қарамаппын деген басқа бір дұрыс айтасың. Жұмыс басталады да сол кезде. Бұл жерде гипотеза ретінде әкесінің мүмкін қаталдығынан Томи мүмкін қарсы сөйлей алмайтын шығар деп ойлаймын да. Ал екіншіден жаңағы сен айттың ғой, жаңағы адамдардың ішкі сезімімен қалай достасу керек дегенде. Көбінесе біз деген тіпті сезімдерді де түсінбейміз ғой. Мен не сезіп тұрмын дәл қазір? Мен уайымдасам да мысалы іштей, мен оны қадағалай алатындай бір дәрежеге жеткен сәтте отырмын қазір. Деп отырған жоқпын мысалы ше. Мен оны өзім түсініп, қабылдап, сонымен қатар басқа өзімнің күшімнің акцентіне назар аударып отырмын да. Мысалы қазір. Мен қазір эксперт ретінде, кәсіби психолог ретінде өзімнің ойымды айтып отырмын. Мен жеткілікті жақсы маманмын, жеткілікті жақсы сөйлесе алатын қазір адаммын деген сияқты бір іштей бір баға беру. Сырттан емес, іштей. Өзіңге. Я деген сияқты, өзіңге я деп айтқан дұрыс нәрсе ғой. Ал егер осы қайтадан біз киноға қарасақ. Тағы да айтып кетейінші Жанна. Ұмытпай тұрғанда, тағы да бір қателік, жаңағы Томидің менің ойымша, енді жаңағы 40-қа жеткен, немесе кішкене 40-тан асқан Джорджо мен Томиді айтып тұрмыз ғой. Бұл жерде Томидің менің ойымша іштей бір қорқыныш сезімі бар да, жалғыз қалып қою. Сол кезде ойбай жасым келді-ау, ойбай бала тумадым-ау, уақыт өтіп баратыр, сигіл деген кезде жаңағы бұл жерде не де болмасын ана ер адамға қатайып жабысып алу сияқты да. Бұл жерде соны көріп тұрмыз ғой, бар ғой ол кинода. Сол кезде де бұл қайтадан сұрақ туады. Неге сен өзіңді танымайсың? Неге сен қорқыныш сезімімен жұмыс жасамайсың? Неге сен басқа бір адамға тәуелді болуың керексің? Фильмнің басынан бастап, ана телефонды былай лақтырғаннан Томи өзі қате түсінеді. Негізі телефон деген жеке құрал ғой, интимді бір құрал. Можно тебе оставить мой мобильный? Да, если хочешь. Лови. Бірақ ана сол телефонды берген кезде Томи не сезінеді психологиялық тұрғыда? Вау, мына кісі маған қатты доверяет. Сенеді. Үлкен сеніммен беріп тұрмын, значит мен маңызды екенмін ғой. Әкесіне маңызды болмаса, мына жерде маңыздылығын арттыратын бір адам. Ер адамнан бір көңіл аударғанын байқағанда жабысып қалады. Мен кеше ғана бір ойым болды да сондай. Осы бізге біреу бір жақсы бір әрекет істесе, бір көңіл күйін аударса, біз сол адамға махаббатымызды ашып, бұл шынайы сезім деп ойлап қаламыз. Бірақ одан кейін талқылағанда білеміз да, ол
басқа нәрсе екен деп. Иә. Бірақ уже айтуға қорқамыз. Ой, мен дұрыс емес деп өзіңе айта алмайсың да, иә дей бересің содан кейін. Ал енді ол шыны керек. Бұл жерде қателік білесіз бе неде? Мысалы, дәл солай көңіл білдіріп, гүлін беріп, сыйлықтарын беріп жатқан адамдар ойлайды, мен оны бердім ба, значит, билік менің қолымда. Ал қыз оны алып жатса, егер оны өмірінде көрмеген, өз-өзіне сыйлай алмаған, соны қарапайым өмірде бере алмайтын адам, әрине ол аш тұрады. Сырттай келген кезде күшті, қандай күшті болып тұрады. Бұл енді, бірақ біз енді гүл берген нәрсе, ол да бәрі жаман деп қойды. Жаман деп ойламаңыз, гүл беру. Гүл беру жақсы негізінде. Бұл әйтпесе бізді тыңдап бір махаббат деген бір нағыз манипуляцияның ең үлкен сондай әрекеті сияқты болып қалмасын. Бірақ енді шыны махаббаттың бір манипуляция деген дұрыс қой. Кейде андай не да, сыйлық берген кезде де адам мен сені сатып аламын деген сияқты оймен істеуі де мүмкін да. Мысалы, сыйлықты алар кезде де айту керек та, мен сенің сыйлығыңды қабылдаймын, бірақ бір ұсынысым бар. Сен менен еш нәрсе қажет етпейсің деген сияқты әңгіме. Берсең, шын жүректен бер. Мысалы. Жоқ, ол қалай енді өмір деген договор. Менің ойым, ол оймен келіспесеңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар, айтыңыздар. Ол менің ойым, өмір деген ол договор. Екі саналы адам кездесіп алып. Жоқ, менің ойым былай. Мысалы, егер сен адамға бір нәрсе берсең, не болсын ол, сенің уақытың болсын, сенің бір жақсы сөзің болсын, гүл болсын, материалдық бірдеме болсын, сен ол адамға бірдеме бергенде, ол жақтан да бірдеме саған келу керек. Түсінемін, келсемін. Сонда ол теппе теңдік қарым-қатынас болады. Ал егер мен мына жақтан бердім, ал ар жақта кешір, мен бүгін бере алмаймын деген сияқты болып қалса, мына жақта бір бос нәрсе пайда болады. Ол бос нәрсе, адам не істейді? Ол бос нәрсемен ол адам, жоқ, бәрі жақсы. Ол бүгінше солай. Ертең ол қайтарып береді дейді. Бірақ ол қалып қалады. Ол біз қайтадан эмоционалдық сауатсыздық болып қалады да сол кезде. Ал егер бұл жерде менің ойымша, қалай бұл жерден шығуға болады? Кәдімгі сөзбен. Сөзбен, шынайы болу керек қой. Мысалы, ер адам қайта-қайта гүл әкеліп, өзінің көңілін білдіріп жатса, окей, бұл көңіл білдіру, бірақ ол деген саған ертең күйеуге шыға салады деген әңгіме емес. Екіншіден, сенің артынан көңіл білдіріп жатқан адам ертең басқа біреуге көңіл аударатын болса, ол мәңгілік сенің қасында болатын мағына емес ол. Екіншіден, менің ойлайтыным, мысалы, қарым-қатынасқа кірген кезде сен бір өтірік айттың ба, болды, ол қарым-қатынас жақсы қарым-қатынас болмайды. Неге дейсіз ғой? Өтіріктен өтірік ол жинала береді, арты бәрібір ашылады ғой. Сондықтан да қыздарға да ер адамдарға айтатыным, жақсы көрмейсің ба? Тоқтат, айтып кет. Қазірден бастап, бірге бола алмаймыз, менің таңдауым басқа. Жіпсіз байлап кетпей, адамды сорлатып артынан жүгірткізбей, айт. Ойбай, жоқ, ол көңіліне тиеді, анау-мынау деген. Білесің ба, ол неғып одан қашамыз біз? Менің ойым бар оған. Біз конфликттен қорқамыз. Біз ойлаймыз, қазір конфликттен қорқу ол инфантильді позиция ғой, бәрібір айналып келген кезде. Сен есейген адамсың ба? 18-ге толдың ба? Секс білесің ба? Қарым-қатынасты білесің ба? Сүйісуді білесің ба? Оны енді шыны айту керек. Білемін деп, ол жоқ, мен оған қатысым жоқ деген сияқты. Бұл қазір басқа уақыт қой. Білмеймін енді. Бірақ енді өзіңнің денеңді танымасаң, өзіңді танымасаң, ол қандай әңгіме? Сонда айтып кету ол не? Адам саған маңызды емес па? Ең болмаса бір құрмет қалса адам деген айтып кету керек қой. Кешірші, мен қолымнан келмей жатыр сенің жақсы жұбың болу үшін деп. Мен мысалы Тамиді алатын болсақ, менің есімде бұл жерде ана бірінші
құрбысы Джорджоның. Иә. Ол соған мен барам, қазір келем, ол осы жерде бірдеме болып қалды, мен бару керекпін дегенде. Өлейін деп жатыр, ауырып жатыр. Ол кезде ең бірінші кезде ол айтады, иә, бар, мен дұрыс қой деп. Бірақ ішінде жоқ, барма, мен сені жібергім келмейді деп айтпай, шынайы, жарайды, өтірік. Бір өтірік дегенде өзін өзіңе өтірік айту. Бұл адамға емес, басқа жаққа емес, сен өзіңе өтірік айтың. Жоқ, дұрыс қой, бәрі дұрыс. Өзін шеттетеді ғой. Содан кейін ол бастайды, бір-біріне бүйтіп. Ол енді аяғында кәдімгі бір ұрыстың себебі болып қалады ғой, соғыс. Арасында шығып тұрады. Ол балалы болғаннан кейін де, баласылары өскенде, ол абылай ойлайсың, егер сол кезде ол айтса, мүмкін Джорджо, ол саған қатты тиетін нәрсе ма? Мен ондай болса бұны кішкене басқаша қарайын. Мен ондай болса бұны басқаша өзгертейін деп, өзі басқа бір жұмыс болу мүмкін шығар. Бірақ біз ойлаймыз, қазір айтсам конфликт болады. Ол конфликттің мен оданша тыныш отырайын, шыдайын. Мына сөз деген, шыда деген сөз. Менің бір қызығым, осы біздің бағдарламамызға рахметімді айтқым келеді. Өйткені әлемдік кинофильмдерді біз аламыз. Соларды қарағанда біз ойлаймыз, мысалы, қазақи қыздарға шыда деген сөз танымал. Ал енді әлемдік киноны қарағанда, сол жердегі кейіпкерлерді қарағанда біз түсінеміз, шыда деген сөз, оның тілі жоқ. Әлемдік бір болмайтын бір табиғатты бұзатын сияқты нәрсе. Мысалы, Натами деген шыда, өзіне ғана, бірақ ол өзіне айтады, шыдай тұр, өзгереді, шыдай тұр. Дұрыс айтасыз. Өзекті проблемалардың бірі деп ойлаймын, адамдар көп нәрсеге қарағысы келмейді. Бір жағынан жаңағы конфликтті айттыңыз, конфликттен қорқуды, екінші жақтан жаңағы адамды жоғалтып алу қорқынышы, үшіншіден жаңағы шыдаса бәрі күшті болады деген иллюзия ғой. Бірақ дегенмен бұл бәрі инфантилді позицияның бірі. Сен қандай шынайсың, ашық айтсаң ешкім өлмейді, өмір тоқтап қалмайды. Бірақ дегенмен бұл жерде психологиялық тұрғыдан проблемалар азаяды. Ол басқа деңгейдегі қарым-қатынас қой. Басқа деңгей болады, иә. Енді біз мына киноны алатын болсақ, бұл жерде бізде тағы бір кейіпкеріміз бар. Ол бала, бірақ оны былай көрсетпейді. Былай кәдімгідей несін ашпайды, ол бір өзімен өзі өсіп атқан сияқты болып қалады. Сияқты. Бірақ ол өтірік қой. Өйткені егер мен қазір ойымды жеткізейін, неге алып келе жатқанымды. Сапалы, саналы, эмоционалдық, сауатты болу кімге керек дегенде, менің ойым, егер балалы болғандықтан, сол кішкентай бала үшін, өзің үшін емес болмаса да, егер мен не істей аламын, мен неғып маған сауатты болу керек, эмоционалды сауатты болу керек. Неге мен соны қазір маған осы психолог айтып отыр, неге мен оны тыңдаймын, неге мен кітап алып оқимын сол туралы дегенде сұрақ қойғанда, егер сен балалы болғанда, осы балаға не бересің? Бұл енді жауапты ата-ана болу. Шығар. Өткені бұл жерде, осы кинода менің бір режиссерға бір сұрағым бар да. Жоқ, бұл жерде бір подсказка бар негізінде. Жаңағы мұғалім шақырған кезде айтады ғой, алдындағы суреттері жаман еді, қазір жақсарды деген сияқты. Бұл жаңағы Тамидің өзінің өзгеріп, балаға деген әсерінің көрінісі ғой. Мен де ойладым, соны ол бір строчкамен сияқты жазып жіберді режиссер. Былай киноның басымен біз көреміз, балалы болды, ол бала қай жерде өсіп жатыр, ол бала не болып жатыр, ол балада. Бірақ ол кәдімгі тірі жан. Ол тірі жанда қанша деген нәрсе ішінде болып жатыр. Әке шешесі ұрысып жатыр, шешесі өлем деп жатыр, әкесі ішіп жатыр. Бұл лирикалық кино сияқты болып көріп тұрмыз ғой, енді әдемі актерлар деген сияқты. Бұл жерде
ең басты телефон лақтырғаннан әңгіме бітпейді да. Бұл жерде манипуляцияның өзі кәдімгідей билікті берген сияқты, жаңағы Джорджио, мен барлығы мен сенің алдындамын деген сәттен бастап, соңғы жақтағы енді босанып, уже ана болған сәтте, енді ана жүйкесі тозған Томиді көреміз уже жынырып, көңіл күйі бір тұрақты емес бір әйелді көреміз. Сол кезде Джорджио айтады ғой, мен сенен баланы алып тастаймын, алып кетемін. Манипуляциямен несі. Слушай, Пусти. я буду видеть сына не меньше, чем ты. Пусти. Иначе рассказывать начну я. Убери руки. Сен психушкада боласың деген сияқты әңгімені айтқан кезде, әрине ол деген адамның жүрегіне қатты соғады. Бұл проблема балаға әсерін тигізбейді емес, тигізеді әрине. Оның да бір ол деген басқа жерде тыңдап жүрмесе де, анасының көңіл күйіне қатты қарайды ғой бала. Сезеді, сондықтан да бұл жерде режиссер көп көрсетпегенмен, біз деген сондай гипотеза жасай аламыз. Сонымен қатар жаңағы Томидің тағы бір мінез құлқы туралы айтқым келеді. Мысалы, егер мен бұл өз-өзін сүймейтін, өзіне сенімсіз әйел деп айтсам, мен кәдімгідей сыншыл баға беретін адам сияқты болып көрінемін да, бірақ негізінде бұл сынның барлығы қайдан келеді? Мысалы, адам өз-өзіне бір жеткілікті, мен мынаны күшті жасаймын, осы деңгей маған келіседі өмірме, мен бұмен жақсы жұмыс жасай аламын, араласам деген сәтте, адам тек өзінің бір бағасына сену керек деп ойлаймын да. Сол кезде сенімділік те артады. Махаббатты да адам өз-өзіне бере алады. Ал егер жүгіріп тұрып, мынау ер адам былай айтты ма, мынау бүйтіп айтты ма деген кезде, сол кезде кәдімгідей күйзеліс те пайда болады, жүйке де тозады. Өйткені Джорджио әрдайым газлайтинг жасайды ғой, сен мынандайсың, сондайсың, сен постоянно осындай көңіл күйің тұрақсыз, сондықтан да мен бизнесімді жоғалтып алдым. Бір кезде мысық сияқты келеді, ой жаным, мен сен қасыңа барып тұрайыншы, ажыраспайықшы, неменеге ажырасайын деп жатсың деген сияқты. Өзі де бір көңіл күйі әрдайым өзі айтады ғой, мысалы, дүйсенбі күні біз екеуміз ажырасамыз, четверг күні қайтадан дос боламыз. Мен шаршадым бұл өмірден деп айтады ғой, бір кинодан үзіндіні қарасақ. Меня достало, что в понедельник мы вместе, в среду врозь, в четверг ты готов ко мне вернуться, а в пятницу нет. В следующий понедельник ты мне изменяешь, а в среду снова любишь. Я так больше не могу. Сол кезде әр адам өзіне бір көрінетін қадамдарды көргісі келеді. Әр адам өзінің өмірінде нақтылықты қажет етеді. Мысалы, ер мен жігіт, ер адам мен қыз бала кездескен. Басқа бағдарламада айтамыз ол туралы. Асықпа дегендей. Ер адам мен қыз бала кездескен кезде басы түсініксіз болып көрінеді ғой. Екеуі бір-біріне қалай жақындасатынын білмей, бірақ бір ай өтсін, жарты жыл өтсін, бір жыл өтсін, сол кезде біреуінің жұптың біреуінде әйтеуір бір сұрақ пайда болады. Біз не істеп жүрміз? Біз кімбіз бір-бірімізге? Сен вообще үйленетін, күйеуге шығатын бір ойың бар ма деген сияқты бір нақтылыққа алып келеді ғой әр адам. Ол деген созылмалы әңгіме емес, өмір бойы мен жүре берем деген. Сондықтан да бұл жерде Томидің айтайын дегені, бұл деген бір жағынан иллюзия, екінші жағынан іштей андай шыдап мүмкіндік берген сияқты да. Бірақ ана әңгімеге шақырған кезде Джорджио ол әңгімеге нақты жауап бермейді. Ой, қойшы, басымда қатырмашы, сен де осы уақытты таптың осы осындай тақырыптарды талқылауға деген сияқты. Ішінен жабық адам ғой Джорджио. Оның киносы содан кейін басталады. Соңғы встречадан, соңғы кездесуден кейін. Мен бұлай айтқым келеді да, бұл Томидің мысалы қанша бір 10 жыл дейміз ба? 10 жыл бағытталынған кино, дұрыс қой, қарасаң. Сонда біз бастаймыз, басы басталады, ол өзінің бір еске алу нәрсе сияқты.
Ол өзін осылай, мен осындай жағдайға не алып келді, мен неге қазір осы жерде отырмын, неге менің аяғым сынған, неге менің ішімде көптеген жарақат бар деген сияқты сұрақтар қоя бастаған кезде өзін сондай бір қазір наблюдатель, бақылаушы деп айтатын болдық қой қазір. Сондай бақылаушы қосылған кезде, сондай бақылаушы көзін ашқан кезде Тамидың өмірі басқа деңгейге көше бастайды. Иә, бұл жерде тағы да бір қосып кеткім келетіні, жаңағы шекара, жаңағы Джорджо, ол кәдімгідей нағыз нарцисс, абьюзердің бір типтегі адамда, ол жерде сөздің құны жоқ. Не айтсаң да, ол бәрібір өзіндікін жасайды. Сонымен қатар ол манипуляция жасамайым десе де бәрібір жалғасатын әңгіме. Сол кездегі айтпағым, жаңағы Тоймидің өзінің шекарасын қалай түсінбейді. Мысалы, қыз бен жігіт кездескен кезде, мысалы, ер адам былай қолын былай қойса, бірінші кездесуде, қыз бала не ойлайды іштей? Мынау деген қорқынышты нәрсе екен, неге қолын салды? Ал екінші жақтан, мынау маған ұнайтын жігіт қой, мен неге қарсылық білдіруім керекпін деген сияқты үндемей қалуы мүмкін. Екінші жақтан ер адамның ойы қандай болуы мүмкін? Қолын қойдырды ма, значит, әрі қарай мен өзімнің әрекеттерімді жасай аламын деген сияқты ой қалыптаса береді әр адамдарда. Сөйтіп кездескен сайын әр адам сол стратегияларын дұрыс деп шешім қабылдап жүре береді. Сол кезде бұл шекараны түсінбеу. Кешір, мына қолың ұзын болып кетіпті ғой. Маған бұл өте дөрекі әрекет ретінде санаймын деген сияқты бір тоқтату болмаса, әрине шекара бұзыла береді. Бұл деген ол мысалы былай қарасаң бұл сөзге де байланысты. Егер мысалы бір қатты сөз айтып қалса, жарайды енді, ол бүгін несі жоқ, көңіл күй жоқ шығар деп ойлап қаласың. Ол да бір мысалы саған тиген сөз болсын, ол сенің шекараңды бұзылған нәрсе. Қазір енді ол бізге бітіп, біз қазір танысып жатырмыз ғой шекарамызбен, өзіміздің шекарамызбен. Өйткені мысалы кіші кезден біз кейде ата-аналар балалардың шекарасын қатты бұзып жібереді. Неліктен? Мысалы бала туылған кезде, былай ұстап жүрген кезде, бала әрқайсысына бармайды. Ол танитын, үйренетін, жақсы бір көзқараспен қарай алатын, қамқор көрсете алатын адамға ғана барады ана кішкентай бала. Бірақ өсе келе 3 жас, 4 жас, 5 жас болған кезде ата-аналар былай сүйреп, ананың бетінен сүй деп айтады. Ол кезде бұзылады уже. Сол сәттен бастап баланың шекарасының өзінің түсінігі жайлы барлық нәрсе өшіріледі. Екінші жағынан болады екен. Тіпті қазақтардың үйінде де көбінесе андай туысқандар келсе, орын төсегіне дейін босатып соларды жатқызады ғой. Бұл да шекараның бұзылуы. Сонда өсіп келе жатқан бала, бұл деген дұрыс нәрсе екен деген сияқты қалыптаса береді. Ол өзінің несін білмей қалады да, қай жерде екенін тоқталатын нәрсе. Сол жақтан бастап сезімталдық өше бастайды. Үшіншіден, әрқайсымызды не деп өсіреді? Ойбай, инабатты, инабалы қыз бол дейді. Бірақ инабатты, ибалы қыз деген не? Қай жерде ол басталу керек, аяқталу керек деген түсінікті кім түсіндіреді? Оны ішкі сезіммен ғана білу керек қой. Ата-ана да оны ашып түсіндіру керек та. Ол инабатты, инабалы жақсы қыздың синдромы, ойбай, іштей бір қарсылық ашу сезіп тұрсаң да үндеме деген ол басқа нәрсеге келеді ғой ақыры. Біз оны көріп тұрмыз. Бұл де барлығы шекараға байланысты. Мен мысалы бала туралы сен айтып кеттің, мен былай өзім ұлдарым бар ғой, мен құшақтаймын ғой, сүйем, сезем, мысалы, болды мама дейді. Сол кезде мен түсінем, болды мама деген, ол болды мама деген нәрсе. Айтпесе мысалы, жоқ, тоқтай тұр, андай бір ойын сияқты ғой енді, тағы кішкене қысып алайын сені дейсің. Ол осыдан бір ойын сияқты нәрсе іште бұзылады. Өйткені мен өзімнің істегенімді қалаймын, бірақ ана кішкентай адамның айтқанын естімеймін. Мен өзіме қараймын ғой, ол айтып жатыр болды десе, болды нәрсе ол.
сосын мысалы садикке апарам бір уақытта өскен кезде, қазір енді мектепке барады ғой, бір кезде бүйтеді, бізде бір ритуал сияқты болып құшақтасамыз, сүйісеміз, сосын бір кезде бүйтіп кетіп барады дейді да маған, бүйтіп болды, бүгін бүйтіп құшақтаса, мен бұл бала өзінің шекарасын қойып жатыр екен деп мен байқаймын. Сосын бірақ мен сосын оларға айттым, өзім айтам да, өйткені сен дұрыс айтасың, біздікі бұзылған, шыны керек. Сезімталдық өшіп қалған ғой. Біз білмейміз. Біз енді осылай, осы бағдарламамен, киномен, кітаппен біз ашып, осылай болу керек екен ғой. Осылай шекара деген бар екен ғой. Ұнамаса айту керек екен ғой деп қазір біз оны білеміз. Ал енді мен өз балаларыма айтам, сенде, міне, на вытянутую ту руку дейді, граница. Я говорю, мына сенің границаңа, сенің шекараңа. Мына жаққа ешкім сен қаламасаң, ешкім бара алмайды дейді. Дұрыс айтасыз. Деп үйреткем сөйтіп балаларыма. Бұл қандай болсын, құшақтау болсын, бір төбелес болсын, міне сенің. Сонда олар күледі енді маған. Мама деп бүйтіп. Бірақ осы нәрсені балаларға осы кезден үйретсек, мүмкін басқа жақта олардың өмірі басқа деңгейде болады. Иә. Шекара деген негізі өзі шексіз бір түсіндік қой. Мысалы, автобуста жүрген кезде де адамдар жабысып тұра қалады ғой. Ақша салған кезде банкоматтарға қақиып тұрып алады былай. Мысалы да, адамның арасындағы дистанция сезілмейді да. Сезілмейді. Оны дұрыс емес екенін де түсінбейді тіпті. Не болды соншама деген сияқты. Не болды соншама, ковид бітті ғой деген әңгіме айтады да. Мысалы кейде жаңағы әлеуметтік желілерде де көп сұрайды. Үстіңе не киіп алдың? Ол да шекараны бұзу. Қанша ақша табасың деген, ол қартайып кетіпсің ғой деген сияқты. Ол жеке басты қашан үйленесің деген сияқты сөздер. Бұл бәрі шекараны бұзу. Бұны енді біз өзіміз түсіну керекпіз. Мен айтып жатқан жоқпын, бұл басқа адамдар емес, өзіміз де сондаймыз. Шыны керек, өзіміз де ойламастау бірдеме айтып қаламыз, істеп қаламыз. Бірақ сол кезде егер осы бақылаушы болса, мынандай істеп жатырмын, мынаған тиеді екен, мен де осының ішінде болдым, маған да сондай өзіме ұнамады деген сияқты сұрақтар бақылаушы ретінде қарасақ, мына Тамиді алсақ, қайтадан киномызға кірсек, мен өзім бұл кейіпкерге кәдімгідей ризамын, шын айтайын. Мен де. Өйткені 10 жылдық өмірін ол, мысалы, былай, осылай болды. Соңғы олардың кездесуі көрсетеді қай деңгейде Тами және де Джорджи енді сол жолға түсіп атқанын көреміз. Тамидің түскен жолына. Мысалы, жаңағы абьюзивті қарым-қатынастарда жүйке деген міндетті түрде тозады. Міндетті түрде. Өйткені жаңағы шыдап жүре берген әйелге, немесе ер адамға ол деген дым болмағандай адамдар үстіне қоя береді, манипуляцияны жасай береді, шекараларын бұза береді. Бәрібір түбінде адам бос болып қалады да. Прям кәдімгідей нервісі дұрыс емес адам сияқты болып көрінеді. Өйткені андай ашушаң болып кетеді, өзі бір орынсыз бір сөздерді айтып, әрине бұл деген тектен тек пайда болған зат емес. Бұл кәдімгідей ұзақ бойы жиналған процестердің бірі. Сонымен қатар айта кететінім, жаңағы кино неден басталады? Ол деген аяғын емдеуге арналған бір сауықтыру дей ма, не дейді? Больницаға келген кезде, ауруханаға келген кезде, бұл жерде өте қатты ұнағаным, жаңағы басқа мемлекеттерде кәдімгідей реабилитация психологиялық көмек арқылы бірге жүреді. Ол тек қана аяғымды емдеп беру емес, сонымен қатар ішкі дүниесін қарайды. Неліктен ол аяғын сындырды? Сол кезде сұрақ қойғанның өзінде де Тами жауап бере алмайды ғой. Түсіндіре алмайды ол неге сындырды. Өйткені бұл жерде бір психологиялық бір сәт бар да. Мысалы, адам жынданып кетпеу үшін кейде біз өзіміздің іштегі сезімдерімізден күшті, қатты бір сезімді сезінуіміз керекпіз. Сол кезде адам аяғын денесін сындырады. Өйткені көңілді аударту үшін, өйткені ана абьюзивтік қарым-қатынаста уже күш жоқ. Дұрыс ойлау үшін, кәдімгідей дұрыс адам ретінде өмір сүру үшін. Сонымен қатар қандай Томиді көреміз?
Томи ана нені ас үйді көрсетеді ғой больницаның ішінде отырады. Күш жоқ, сөйлеуге де шамасы жоқ, тамаққа да тәбеті жоқ, адасып қалған адам сияқты отырады. Сол кезде бұл деген кәдімгідей Томидің жердің түбіне жеткен сәті деп ойлаймын. Дәл осы сәттен бастап оның трансформациясы басталады. Өйткені ол деген жаңағы абьюзивтік қарым-қатынастан сырттай шетте, екіншіден психологиялық көмек бар, үшіншіден ол өзіне арналған уақыты көп, демек ол өзінің ойындағы барлық процестерді талдай алады. Оның уақыты бар. Оны ешкім ойбай бүйт сөйт деп атқан жоқ, оны сен осындай жамансың, жеткілікті жақсы емессің деп тұрған жоқ. Ол кәдімгідей тек қана өзіне арналған уақыт. Сол уақыттың ішінде ол кәдімгідей мұң қайғыру процесін өткізе бастайды. Бірер соннан кейін бір эпизодтарда Томидің уже жайлап өзіне келіп басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсіп жатқанын көреміз, жаңағы ішкі ас басқа үйде. стадияға кетеді ғой, енді ары қарай Сөйлесіп, танысып, көңіл тамағын көтеріп, ішіп деген сияқты. ішінде былай қарасаңыз, жастары әртүрлі ғой. Томи арасындағы ең үлкені дейікші, мысалы. Соның өзінде де бір-бірімен тату, достықты тауып жатқан бір атмосферада. Енді олардың бір өздеріне ұқсастықтары бар ғой, енді біз білмейміз. Бұл аяқтары сындыру, ол да бір психосоматика дейді ғой. Психосоматика, мен аяқтар дегенде бүйтіп аяғымды тіземді ұстай бастадым ғой. Психосоматика деген сол. Психосоматика мен бұл жерде маған да ұнағаным, бұл жерде танымал психология деп өзі кәдімгідей психолог, сол жердегі ауруханадағы кәсіби маман болып өзі сұрағын қойып сөйтіп айтады. Ол дұрыс. Бұл жерде жаңа қосып жіберейінші. Мысалы, жаңағы киноны алатын болсақ, жаңағы 10 жылдық қарым-қатынас. Томи қиналып жүр. Сондағы інісін көреміз қолдап жүретін. Сен бол тасташы жігітті деген сияқты әңгімесін айтады, бірақ оны тыңдамайды. Жоқ, оған мүмкіндік беру керек, тағы да басқа шанс беру керек деген сияқты өзінің әңгімесін айтады. Сонымен қатар бұл жерде 10 жылда егер сен өмірің өзгермесе, неліктен терапияға бармайсың деген келеді да сондай адамдарға. Не шыдау ол? Ол енді ол әлі келмеген да, сонда бұл андай неге сол сен айтқандай ең түбіне жетпеген. Біз күтеміз сол түбіне жетейік, содан барам ғой деген сияқты. Байқұс деймін да, байқұс Томи 10 жыл бойы жаңағы стрессте өмір сүру. Ол стресс дегенде абьюзбен тұрған кезде ол тек қана бір қалыпты стресс емес. Ол жерде праздникпен, тоймен ұрыспен арасында жүретін бір құбылыс. Дұрыс айтасыз. Бірақ енді біз ақырындап осы әңгімемізді қорытындайтын болсақ, өзім ойлаймын да, өйткені бұл жерде көп бұл киноны сіздер көрген кезде жан-жақты нәрсе, психологиялық аспекті өте көп, өте бай нәрсе. Бірақ біз қайтадан осы адамның эмоционалдық, сауатты болған нәрсе басқа мүмкін осы сценарий болушы еді деп ойлайсың да. Егер осы жерге айтса, қалай басқаша болатын. Сондықтан енді бірақ біз мына киноны енді басқаша түсіре алмаймыз. Мен тағы да түс қосып кетейінші. Бұл жерде жаңағы абьюзивті қарым-қатынас қана емес, ішінде Джорджио мен Томидің ата-анасының қарым-қатынасы да бар. Ол тығылып тұр. Жаңағы Карпманның үшбұрышы бар. Оның ішінде әркімнің өзінің бонусы бар. Төртіншіден жаңағы адамдар өзінің өмірінде жеке эмоцияларды бере алмаған жағдайда оны сырттай іздей береді. Оны қайта-қайта айта берудің қажеті де жоқ шығар. Сонымен қатар жаңағы тәуелділік ол деген бітпейтін әңгіме. Оны енді қай жерден өзің ішінен іздеу керек қой, әрине. Енді біз айта алмаймыз ғой, сен бүйтуің керексің, сөйтуің керексің деп. Бұл деген кино тек мысал ретінде өміріңізде не болып жатыр. Сіз қарым-қатынасқа түскен кезде
неге көңіл аударасыз? Сіздің басты критерийларыңыз не? Ол критерийлар өмірге лайық критерийлар ма негізі? Ер адамнан не күтесіз? Әйел адамнан не күтесіз? Кәдімгі бір сұрақтар жазып, оған қарап, ойланып деген сияқты нәрселер жасау керек сияқты ғой. Иә, мысалы, андай искажение дейді ғой. Мысалы, кейбір ер адамдар айтады, маған ата-анама қарайтын әйел керек дейді. Сонда ол деген әйел емес, ол нянечка. Иә. Оны енді бір жағынан ол ер адам оны айтқан кезде ол шын айтып жатыр ғой. Мысалы, шын айтып жатыр. Ол айтқан былай да былай. Ал енді мен де білемін, көптеген енді достарым бар, қыздар деген сияқты. Олар маған ол айтты сөйтіп. Бірақ бардым дейді. Мен ойладым басқаша болатын деп. Бірақ сонда ойлайсың, қалай ол сөзбен айтылды. Бірақ сен ондай болса сен басқаша ойлаймын десең, мүмкін айту керек еді. А сен ойлайсың басқаша бола ма деген сияқты сұрақ қою керек шығар. Мысалы, менің ойым міндетті ауыл айтады, мүмкін басқаша болу мүмкін, басқаша болады да сонда. Ал енді бұл жерде де не ғой? Додумывание деген сияқты ғой. Иә, өзі ойлап табу ары қарай жалғастыру. Ары қарай өзім осылай шығар, осыны ойлаған шығар, осыны айтқысы келген шығар деген сияқты нәрселер. Немесе бір жақсы әрекетінен уже все, бұл жақсы адам. Ой, бұл деген жақсы отбасынан шыққан, значит, бұл деген жаман нәрсе болмайды деген бір искажениялар ғой. Бұл жерде енді кеңес деген сөзден қашқымыз келеді, енді шыны керек. Бірақ басқаша айталмайтын сияқты қазіргі кезде осы біздің әңгімемізде. Менің түсінгенім, махаббат деген бір жақсы нәрсе, әрине. Бірақ асықпа деген сияқты сөзді айтқым келеді. Иә. Асықпай, қорытынды жасап, оймен, бір өзіне сондай уақыт беріп, ана адамға да уақыт беріп, сол кезде мүмкін бұл басқаша қарым-қатынасқа бару мүмкін. Иә, әрине. Мысалы, кейбір ер адамдарды кездестіремін, мысалы, ол айтады, нақты, мен ақша табам, әйелден мынаны күтем, бола аласың ба сондай адам? Иә. И сен ойлайсың, иә, бола алам десең, ондай болса шынға барасың. Бірақ менің кемшіліктерім осындай. Мен ашушаңмын, ашушаң кезінде маған жақындамаған дұрыс деген сияқты инструкция берген кезде, ол деген нағыз шынайы қарым-қатынастың бір белгісінің басталуы деп ойлаймын. Ал екіншіден, біз деген басқа адамдарды өзгерте алмаймыз. Өйткені әйел немесе ер адам ойлайды, үйленіп алдым ма, болды, бәрі өзгеріп кетеді. Өзгермейді. Өйткені ол деген іштен шығу керек та. Егер біреу күштеп оны өзгертетін болса, әрине бұл деген кәдімгідей зорлық зомбылық іштей. Қалай бұл? Мысалы, Томи мен Джорджи өзгерді ма сенің ойынша? Томи өзгерді. Джорджи өзгерген жоқ. Өйткені ол деген... Бірақ оныкі мүмкін басталады, ары қарай біз айтқандай, оның басқа құбылыстары. Оның, мысалы... Ол біз қайтадан додумываем да? Иә. Нарциссті, абьюзивті қарым-қатынастардан қалай шығуға болады деп көбісі сұрайды ғой. Мысалы, бұл жерде тек қана сіздің сәтті болуыңызға байланысты. Егер кәдімгідей стратегияны мен мансапта ең күшті, жеткілікті жақсы кәсіби маман боламын, немесе жеке өмірімді, жеке өзімнің денсаулығымды ретке келтіремін деген бағытты аударсаңыз, сол кезде жаңа бағыт басталады. Сіздің жаңағы нарцисс немесе абьюзивті уытты қарым-қатынасқа қолыңыз жетпей де қалады. Сонымен қатар сіз өзіңіздің құндылығыңызды қатты арттырасыз. Өйткені бұл жерде жаңағы бұл қарым-қатынаста сыйластық жоқ қой. Жаңағы уәдесінде тұрмаған адам, ол жаңағы құрметтемейтін, құнсыздандыратын адамның бір іс-әрекетінің белгісі да. Онда қандай қарым-қатынас болу керек? Ертең баламен отырған ана Томиді тастап кеткен кезде, бұл қандай адам ол? Енді қорытынды жасайтын болсақ, өзіңе қара
деп айтқым келеді ғой. Өзіңе көңіл бөл, өзіңе көңіл бөл, өзіңді таны. өзіңді таны. Менің айтқым келеді, бұл жерде егер енді біз айттық, бұл киноны біз түсіре алмаймыз басқаша, Камидің өмірін біз өзгерте алмаймыз, бірақ өзіміздің өмірімізді, өзіміздің сценарийімізді әрине біз өзгеше, өзімізге әдемі, қуанышты жазуға болады. Ол үшін бірақ іс-әрекет жасау керек. Бір іс-әрекет біріншіден ішіңізден басталады. Мен тағы да айта кететінім, негізі егер сіздің отбасыңызда андай жылы қабақ көрсете алмаған ата-аналар болса, сіз жеткілікті түрде махаббатты ала алмаған болсаңыздар, бұл сәт негізі өз-өзіңізге жақсы ата-ана болуды үйренетін уақыт. Өйткені әр жерден айтып жатырмыз ғой, сырттан ала алмайсың, бүйте алмайсың, сөйте алмайсың, аш болып келе алмайсың, сені ешкім қамтамасыз ете алмайды дегеннің өзінде де бұл жерде ең күшті стратегия өз-өзіңе жақсы ана, жақсы әке бола алу. Сол сәтте сен өзіңнің шекараңды да дұрыс қоя аласың, адамдарға да қарсы сөйлей аласың, егер сіздің шекараңызды біреу бұзып жатса. Сонымен қатар өзіңіздің дегеніңізді, құндылықтарыңызды тура тіке шынайы түрде жеткізе аласыздар деп ойлаймын. Иә. Осымен біз бітеміз. Бітпейтін әңгіме ғой, бітпейтін әңгіме. Уақыт берсе біз әрі де жалғастыратын едік, бірақ демек уақытымыз шектеулі. Сіздер өзіңіздің саналы лайктарыңызды қойсаңыз, бізге қуаныш, арғарай көптеген әңгімеміз болашақта талқылаймыз киноларды деп ойлаймын енді. Сондықтан да солай, осымен бітейік. Келесі кездескенше.